Аяулым мен Қайраттың үйленгеніне 3 ақ жыл болған. О баста бәрі керемет еді. Қайраттың мінезі жайлы, еңбекқор жігіт болатын. Үйленгеннен кейін де қолынан келгенінше табыс тауып, аяулымға бар жағдайды жасап беруге тырысты. Біздің шаңырағымыз берекелі болады дейтін Қайрат жиі. Әрине, біз бірге барлық қиындықты жеңеміз, деп күлімдейтін аяулымда. Алайда уақыт өте келе бәрі өзгерді. Бір күні Қайрат жұмыстан әдеттегіден кеш келді. Көзі қызарып, шаршап кеткен. Бірақ ең қорқыныштысы, қолында айлығы жоқ. Ақша қайда? Деп сұрады аяулым алаңдап. Біраз қиындық болып қалды. Досыма беріп қойдым. Ертең қайтарамыз, уайымдама, деді Қайрат асығыс. Бұл бірінші рет болғанда аяулым үндемеді. Бірақ келесі айда да дәл сол жағдай қайталанды. Достарыңа қайта-қайта ақша бере бересің бе? Деді аяулым ренжіп. Қайрат терең күрсінді. Шынымды айтсам, казиноға кіріп кеттім. Ұтылам деп ойлаған жоқпын. Қайтарып алармын деп сендім. Аяулым селт етті. Күйеуінің құмар ойынға әуестенгенін бұрын сезбеген еді. Қайрат, бұл қауіпті нәрсе. Қоя қойшы. Қоямын жаным, уәде беремін, деді Қайрат оның қолынан ұстап. Аяулым сенді, бірақ бәрі уәде бергендей оңай болмады. Қайраттың құмарлығы тоқтамады. Уақыт өте келе оның мінезі өзгерді. Көңілсіз жүретін, үйге түнде келетін болды. Телефонына құпия сөз қойып алды. Бір күні аяулым күтпеген қоңырау алды. Алло, Қайраттың әйелі сізсіз бе? Иә, күйеуіңіз бізден ақша алды. Қарызын қашан қайтарады? Аяулымның жүрегі су ете қалды. Қанша? 2 миллион теңге. Не? Қолы дірілдеп кетті. Бұны ойламап еді. Кешкісін Қайрат үйге беті түгіп кірді. Аяулым бірден сұрақты төтесінен қойды. Бұл рас па? Қайрат үнсіз қалды. Қайрат, сен мені алдадың ба? Мен сен үшін жаным. Бізге көлік алғым келді. Үй керек қой. Жеңем деп ойладым. Құмар ойынмен ба? Қайрат ештеңе демеді. Көзінен шарасыздық көрінді. Ертеңнен бас бәрін тоқтатасың. Егер тағы осылай жасасаң, мен кетемін. Қайрат басын изеді. Бірақ шын мәнінде ол бұл ойыннан шыға алмайтын еді. Қайрат жұмысынан қуылды. Себебі бірнеше рет ақшаны орынды жұмсамай, шоттардан ақша алғаны белгілі болды. Үйде азық-түлікке де ақша қалмады. Аяулым өзіне жұмыс іздей бастады. Бірақ қарыздар жиналып, үйдегі заттарды сата бастауға тура келді. Бір күні үйге бөтен адамдар кіріп келді. Біз коллектормыз. Бұл үйді банк тартып алды. Аяулым орнында сілейіп қалды. Бұл мүмкін емес. Қарыз уақытында өтелмеді. Біз заң бойынша әрекет етеміз. Осылайша олар далада қалды. Аяулым ең соңғы рет Қайратқа қарады. Ол үмітсіз күйде жерге отырып қалған. Сен менің сенімімді ғана емес, болашағымды да ұрладың, деді аяулым көзіне жас алып. Ол бұрылып кетіп бара жатты. Қайрат артынан жүгіргісі келді. Бірақ оның қолынан ештеңе келмеді. Ол өзінің құмарлығына жеңілгенін енді түсінді. Бірнеше жыл өтті. Аяулым мықты адам болды. Өз өмірін реттеп, жақсы жұмысқа тұрды. Ал Қайраттың тағдыры басқаша болды. Ол әлі де құмар ойынды тастай алмады. Бір күні аяулым кафеде отырған кезде көшеде бір үйсіз адамның отырғанын көрді. Ол Қайрат еді. Аяулым жаны ашыды. Бірақ бұл оның өміріне қайта оралуына себеп бола алмайтын еді. Себебі бір рет құмарлыққа түскен адам одан өз еркімен шығу кейін. Қайрат құмар ойынның құрбанына айналғаннан кейін оның өмірі төменге қарай құлдырай берді. Үйсіз қалды, достары теріс айналды, бұрынғы әріптестері оны мүлде танымайтын адамдай көрді. Ақыры ол көшеде қаңғып жүретін жағдайға жетті. Кейде кешкілік кафелердің терезесінен адамдарды сырттай бақылайтын. Бір күні ол бір мейрамхананың алдында отырды. Мұнтаздай киінген адамдар ішке кіріп шығып жатыр. Аш қарынмен тоңып отырған ол кенеттен есіктің алдына тоқтаған қымбат көлікке көзі түсті. Ішінен аяулым шықты. Қайрат сенер-сенбесін білмеді. Оның бұрынғы жары енді мүлде басқа адам секілді. Киімінен, жүріс-тұрысынан өзіне деген сенімділік байқалады. Ол досымен күліп сөйлесіп бара жатты. Қайрат үнсіз отырып қалды. Қаншама жыл өтті, бірақ ол әлі де сол ескі күйінде қалған. Көңілі босап, басын төмен салды. Қалайша мен осындай күйге түстім. Келесі күні Қайрат өзін қолға алуға тырысты. Қаланың шетінде ескі достарының бірін тауып, одан жұмыс сұрады. Сен не, тағы да ақша сұрайын деп келдің бе? Деді досы. Жоқ, мен жұмыс істегім келеді. Сенен жұмысшы шықпайды, Қайрат. Біздің арада сенің беделің баяғыда өлді. Досының сөздері жанына қатты батты. Бірақ Қайрат берілуге дайын емес еді. Ол бірден басқа жерден жұмыс іздей бастады. Құрылыс алаңында қара жұмысшы болуға келісті. Жайлап болса да, тіршілігін қайта бастады. Арада бірнеше ай өтті.
Қайрат өзін адам сезіне бастады. Бірақ жүрегінде әлі де бір өкініш бар еді. Ол аяулымнан кешірім сұрағысы келді. Bir күні батылданып, аяулым жұмыс істейтін кеңсеге барды. Қабылдау бөлмесінде ұзақ отырды. Қайрат деген таныс дауыс шықты. Аяулым еді. Сәлем, деді Қайрат күмілжіп. Бұл жерде не істеп жүрсің? Саған рахмет айтқым келді. Мен бұрын түсінбеген едім. Сенің кеткенің дұрыс болды. Сол үшін де саған алғысым шексіз. Аяулым үнсіз тұрды. Ол Қайраттың көзінен бұрынғы жалынның жоғалып кеткенін байқады. Бірақ енді ол өкінішке толы еді. Кешірдің бе? Деді Қайрат ақырын. Кешіру міндет емес, бірақ мен сенің өзгергеніңді көріп тұрмын. Сол үшін қуаныштымын, деді аяулым күлімсіреп. Қайрат басын изеп, бұрылып кетіп бара жатты. Қайрат, деді аяулым кенет, ол артына қарады. Өзіңді жоғалтпа. Өткеніңді ұмыт, бірақ одан сабақ ал, деді аяулым. Қайрат үнсіз жымиып жүріп кетті. Ол енді жаңа өмір бастағысы келді. Бірнеше жыл өткен соң, Қайрат бір шағын шеберхананың иесі атанды. Ол өзінің қателіктерін түсініп, енді қайтадан өмір сүруге тырысты. Ал аяулым жаңа өмірін жалғастырды. Өткеніне өкінішпен қарамады, керісінше өз өмірін бағалауды үйренді. Кейде тағдыр адамдарды сынақтан өткізеді. Біреулер жеңіледі, біреулер одан сабақ алады. Қайрат өз қателігін кеш түсінсе де, ақыры дұрыс жолға түсті. Ал аяулымның жүрегі оған баяғыда кешірген болатын.